Сәлеметсіздер ме менің YouTube көрермендерім? Қазіргі расклад ол жігітіңізбен араларыңызда измена бар ма? Яғни сатқындық болсын, көзге шөп салу болсын, сондай бар ма қазір көреміз. Бұл общий расклад. Общий расклад барлық адамдарға сәйкес келе бермеуі мүмкін. Қазір көрейік, сізді не күтіп тұр? Сізді алдап жүр ма, жоқ па, шынайы ма? Ешқандай көзге шөп салу жоқ па, бар ма? Қазір көреміз. Картаның өзі айтып береді. Жігітіңіз сізді алдап жүр ма? Болмаса шынайы ма? Белая карта түсті, ақ карта. Бұл жерде жаңадан бастау. Так, картаның өзі айтады қазір. Өзіңізге байланысты әйел адамның энергиясы картасы түсіп тұр. Император, императрица. Бұл дегеніміз барлығын жаңадан бастау, активность. Яғни бұл арақатынасқа сенбесе, екі ойлысыз ары қарай жалғасады ма, жоқ па деген мәселе болып тұр. Сенбейсіз, өтірік алдау дейді, переживание бар, көңіліңіз толмайды жігітке. Мінезі өте жағдай болады, қатал десем болады. Сізге сәйкес келмейді, оны өзіңіз түсінесіз. Оны өзіңіз білуіңіз де мүмкін. Яғни өте қиын карта түсіп тұр, барлығы ауыр дейді. Бұл адаммен жағдай алға қарай жылжу, отношение өте қиынға соғып тұр. Так, измена бар ма? Әйел адам картасын көріп тұрсыздар. Королева кубковый карта. Яғни измена бар десем де болады. Өйткені жігіт сол әйелге барады. Яғни ол әйел, баласы бар әйел көріп тұрсыздар. Артында бала отырған. Барады, оған сыйлық жасайды, қаражат мәселесі жөнінде көмектеседі, яғни финансовый жағынан көмектеседі деп тұр. Сенбейсіз, оны өзіңізде сезіп отырған боларсыз. Так. Енді бұл жерде новое начало, смерть картасы түсіп тұр. Бұл дегеніміз прошлый. Яғни сіздің алдыңызда танысқан әйел десем де болады. Оны әлі қимай жүр. Король кубковый карта түсті. Бұл жерде жігіт өзіне сенімді, махаббат, яғни махаббат картасы, махаббатын білдіреді сізге, бірақ сіз оған сенбейсіз. Өте жағдай жақсылық жасайтын адам десем де болады. Және де романтик жігіт бұл жігіт. Лидер. Және де адамдарға көбінесе ақыл айтатын жігіт. Бірақ ішінде сіздің алдыңызда танысқан әйел адамға деген қимастық бар. Солнце картасы түсті. Қарай көрейік, не деп айтады екен картамыз. Семья құруды ойлайды. Алдағы жоспары бала сүю, балалы болу, жақсы жұмысқа орналасу, және де семья, яғни отбасын құру картасы түсіп тұр. Болмаса, бұл общий расклад, общий жан-жақты айтып кетейін. Жігіт семейный болуы да мүмкін. Семейный карта түсіп тұр, және де жұмысы бар, баласы бар карта түсіп тұр. Ары қарай көрейік. Сіз туралы не ойлайды екен? Сізді ұнатады, сізбен связь бар, сізді жағдай сотка, яғни интернет желісі арқылы бақылау картасы түсіп тұр. Және де адамдарға көмектесе білетін ер азамат.
яғни жақсы жұмысқа орналасқан ер азамат десем де болады. Және де жол түсіп тұр бұл жігітке. Яғни барлығы қолында жолға шығып тұр. Яғни қолында қаражаты бар, еш жаққа қысылмайды, барам дейтін жеріне баратын жігіт. Так, сізбен болашақ бар ма, көрейік. Сізбен болашақ бар ма? Болашақ жоқ, өкінішке орай. Екі жақта болу картасы түсіп тұр. Сізге жол түседі, бірақ сіз оған сенімсіз, сіз переживание бар. Яғни бұл арақатынаста бірге болу, болмау, бұл сіз өзіңіз сезіп тұрсыз, арақатынас жоқ екен. Разрушение, екі жаққа кету, уайым бар. Сондай бір уайым бар ішіңізде. Яғни бірге болмау деген карта түсіп тұр. Нақты бұл жігітте измена бар ма? Нақты бұл жігітте измена бар ма? Яғни сіз көзіңізге шөп салады ма? Енді прошлыйын айтпай қойын, осы алдағы таңда басқа қызбен болсын бар. Измена бар деп тұр. Өйткені жақсы жұмысы бар. Бұған көп әйелдер ғашық десем болады, көп қыздар ғашық. Яғни көзіңізге шөп салады. Бұл жерде екі әйел, бір еркек көріп тұрсыздар. Треугольник картасы түсіп тұр. Бәрібір сізбен жүрсе де бұл жаңағы әйелді тастамайды. Өйткені әйелдің кедергісі бар. Екі жаққа да сезім білдіреді. Сізге де жаңағы басқа әйелге де. Өйткені треугольник карта түсіп тұр. Қимастық бар сол әйелге деген. Измена бар, өкінішке орай. Так, әлі де бір болады ғой. Бойдақтық болсын, жаңағыдай иллюзия, қиялдайды. Бұл жылтыраған нәрселерге көп қарайды. Әлі де бір жастық шақ есіне түсіп, жаңағыдай болады ғой. Қимастық, яғни жастық шақ. Әлі көз тоймаған десем де болады. Көзі тоймаған, жан жақта жылтыраған нәрселерге көп қарайды деп тұр. Шаршап жүр. Бұл жаңа сезіммен алысқанына біраз уақыт болған. Біраз уақыт болған дейді. Жолында кедергілеріңіз бар. Так, бұл жерде екеулеріңіздің жаңағыдай жолдарыңыз екі бөлек, яғни басқа жаққа кетіп бара жатқан картаны көріп тұрсыздар. Бұл басқа жаққа көшу, немесе басқа жаңағы жұмыс барысымен кету туралы. Бекерге жаңағыдай екеулеріңіз бауыр басып, яғни сіз әсіресе екеулеріңіз екі жаққа кетулеріңіз мүмкін. Бұл жерде переживание, бір-бірлеріңізді ренжіту бар. Так, король пентакли картасы түсті. Бұл жерде оқу мүмкін ол жігіт, болмаса сіз өте лидер адам десем де болады. Барлығына үлгеретін ер азамат, жан жақты. Және де өз-өзін жақсы қорғай алатын ер азамат деп тұр. Бұл жігіт өзін қорғай алады кез келген жерде. Оқыған ер азамат десем де болады. Так, ара қатынас. Черная карта түсті. Бұл карта кедергілер бар. Тупик. Шешім қабылдай алмайды бұл отношениеге деген. Бұл ара қатынасқа ешқандай алға жылжу жоқ. Ешқандай алға жылжуды көріп тұрған жоқпын. Мүмкіндік жоқ бірге болуға. Жаңағы босқа күтудесіз.
влюбленный картасы түсті, яғни әйел адам жағы. Құр босқа жағы уақытыңызды өткізіп жүрсіз. Соны қиялдайсыз, соны жақсы көресіз, махаббат туралы ойлайсыз. Біраз уақыт болған дейді. Су сапырып тұрған карта түсті, біраз уақыт болған, бір қалыпты, бірақ құпия арақатынас болып тұр. Сіз бұл жігітке құпиясыз, сіздің шынайы жақсы көретініңізді білмейді. Просто так уақыт өткізу, сіз мына жақта қиналу, солай болып тұр. Шешім қабылдай алмайды. Бұл отношение бітеді деп тұр, өкінішке орай. Завершение карта түсіп тұр. Отношение, яғни арақатынас алға жылжуы, барлығы бір қалыпты болу, күніге хабарласу жоқ. Шешім қабылдай алмай жатырсыз, бұл отношение ештеңе күтуге болмайды. Өйткені араларыңызда измена бар. Завершение карта түсті, барлығы аяқталады деп тұр, өкінішке орай. Егер де сіздердің ойларыңызда кез келген сұрақтар болады ғой, ойларыңызда, сұрақтарыңызды қойып, осы видеоның астына номерімді жазып қалдыратын боламын. Хабарласыңыздар, және де полный расклад аштырам десеңіздер, жазып кетіңіздер. Бір сұрағым бар еді десеңіздер де хабарласыңыздар. Егер де жолдарыңыз болмай жүрсе, сезіп жүрсеңіздер, оны да хабарласыңыздар. Кез келген сұрақтарға жауап ала аласыздар. Осымен менің видеом аяқталды, расклад. Сұрақтарыңыз болса жазып қалдыратын боласыздар. Лайк басып, комментария жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.